Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай үйдің формасындағы керемет көктем мезгілі деген балабақшадағы балаларға арналған көрнекілік жасаймыз. Ең алдымен біз шаблондарымыздың барлығын ламинатордан өткізіп алуымыз қажет. Ламинат қағазымыздың қалыңдығы 125 микрон. Ішіндегі фотобумағамыз 200-220 грамдағы қалыңдықта. Осындай шаблондарымыз шықты. Олардың барлығын енді 4 бұрышты етіп қиып алатын боламыз. Қиған кезде ламинат қағазының шетінен фотобумаганың шетінің арасында орын қалу керек. Жабыстырып қиып тастамаймыз бір-біріне. Енді төрт жақтауға осылай бірден липучканы жабыстырып қойып алатын боламыз. Одан кейін артқы жағынан соларды скотчтап бір-бірімен 4 бұрыш формада болатындай етіп кәдімгі қарапайым скотчпен жабыстырып шығамыз. Егер тек қана бір рет скотчпен жабыстырғанда жеткіліксіз деп ойласаңыздар, 2 қабаттап скотчтасаңыздар да болады, скотчтарыңыз қалың тұру үшін. Одан кейін төбесін жабыстырып аламыз скотчпен. Төбесін жабыстырған кезде осылай 3 бұрышты етіп пирамида тәрізді бүктеген кезде әр мезгіл бірінің артынан бірі тұратындай, яғни 4 бұрышты формадағы үйіміздің артында бетіне қойған кезде әрбір мезгіл өзінің суретіне сай келетіндей болатындай етіп қойып алуды ұмытпаңыздар алдын ала. Өйткені көктемнен кейін жаз, жаздан кейін күз деп тұру керек. Бізде яғни суреттеріміз басқа мезгілдің астына ауысып кетпеу керек. Соны нақтылап қадағалап қарап отырсаңыздар. 3 бұрышты осылай жабыстырып алғаннан кейін төбесіне қойып, ең алдымен бір кішкентай скотчқа жабыстырып жай ғана отырғызып алдым. Одан кейін ішкі жағынан кішкене қаттырақ болып тұратындай тағы да скотчпен жабыстырып шықтым. Міне бізде жаздың астында жаз, күздің астында күз, сөйтіп барлығы өз орнымен тұр. Сіздер де жабыстырған кезде осылай әрбір мезгілдің астында өз суреті тұратындай нақты қадағалап отыруларыңыз керек. Балалардың қолына алуға және жабыстыруға өте ыңғайлы, өйткені суреттері үлкен болып келеді. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеле отырыңыздар.